Таңғы ас тәңірден деп бүгінгі таңғы асқа тары ботқасын пісіретін боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай тары 2-3 қайтара әдемілеп суық суға жуып аламыз. Суы әппақ болып мынандай мөлдір таза болғанша. Кейін қандай ыдыспен тарын өлшеп алсаңыз, тура сол ыдыспен 3 су құямыз. Әдемілеп асын жағып, баяу отта осылай пісіреміз. Осындай ақырын шыққан көпіршіктерін алып тастаймыз. Кішкене қасықтың ұшымен тұзымызды саламыз және бір ас қасық шекерімізді салып әдемілеп араластырып, қандай ыдыспен жаңағы өлшеп тұрдыңыз, сол ыдыспен бір сүт құямыз да 5-6 минут баяу отта ұстап, кейін астын өшіріп, үстіне орамал жауып қойып қоямыз 15-20 минутқа. Өзі бұғып әдемі болады. Сол ортада панкейкімізді пісіріп алсаңыз да болады. Ол менде бар, пісіріңіз өте дәмді шығады. Енді дайын болған ботқамызды тәрелкелерімізге саламыз да үстіне бір майды қоя саламыз, ас болсын.